Қайырлы күн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өзіме қатты ұнаған блинныйдың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Менің каналымда бірнеше түрі бар блинныйдың. Бірақ маған осы түрі өзіме қатты ұнады. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтімізге жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді сұйық майымызды құямыз. Және тағы бір араластырып жібереміз. Толық рецептісін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Енді қопсытқышымызды салып, иіліктен өткізілген ұнымызды саламызды. Комоктар болмау үшін, түйіршіктер болмай, бұндай қылдырып, жақсылап тұрып араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Достар, сіздерге менің рецепттерім ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жақсылап тұрып араластырамыз, түйіршіктер болмау керек. Енді табамызды осындай шамалы ғана май жағып, жан-жағын кесочкамен жағып аламыз. Содан кейін құйып, осылай екі жағына аударып отырып пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болады. Блинчиктарыңыз күшті, керемет. Маған өте ұнады. Сондықтан сіздермен бөлісіп отырмын. Барлық блинларымды осылай пісіріп аламын. Үлкен семья болса, өте осы рецептпен пісіріп көрсеңіздер болады. Қараңыздар, қаншама болып шыққан. Бұдан шамалы мен балаларым жеп алды. Әртүрлі жаңағы сгущенкамен, варенье, повидломен берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.